Жаңа шабытым кеп сіздермен әңгімеге болып кетіп, мына хұрым юроңды сіздерге толық таныстырамай қаптым да. Хұрым юроң, қарасы бар, 5x'ке дейін шығады, 490-дан қимыл қып беремін. Жүң хұрым, жүң юроң, суыққа барсаңыз қатып алып сатып алатын емес. Осы чөмбайдендардан ичен ба, ичен жеу алып жүрген жүңдарыңыз. Міне, менің кигенім мибайсы, үлкен кішісі бар. Міне, көрдіңіздер ма? Ұзындығы, міне, көрдіңіздер ма? 1,20 шыққан. Өтте жеңіле қалқым. Өніңге мына ішіме кибағаным, мына 99-ке. Мынаның, мысалан осы біз өмірде, әлгі, саудагерді қоямыз да? Саудагердің ішінде ана 5 сомдық нәрсені ән жерден алып, мен жеге 10 сомға сату бүтін адамның қолынан келеді. Саудагердің ішінде және бір саудагерлер, мысалан, мен құсаған. Бүтін, сіз әдетте пәлем мыңға алып жүрген малды, сізге соның жарымының жарым бағасына кеп береді. Міне, мыналар хұрым. Апарып, сенбесеңіз, ана көшеде 1800-ге 2000-ға алған мен сапасын салыстырыңыз. Нашар болса 2 есе төлеп берем, міне. Көрдіңіз ба? Осындай хұрым чапандар, міне. Ұзындығы 1,20. Мынаның қарасынан да зат бар. Өніңге мына мен сіздерге көп нәрсе таныстырып жатырмын, қалқым. Бірау сөзбен айтқанда гай. Мынау дисаны қосылған, осы бір түйірі сырап болмайды, мынаның 55-ке 2 құты. Гай деген сіздің денеңізде кемшіл болады екен, денсаулығыңыз күреді десеңіз болды. Мәселен, кішік балалардағы гай кемшілдіктен бала жылауық, няу чаңғылатын, түнде шошы боянатын, шаш шықпайтын, тісі шықпайтын, әлсіздік терлеп жүретін осының бәрі гай кемшілдіктен. Соған мына балалар гайы дейміз ғой, балалар гайының әзір гай болғанда мына гайдың атақтысы. Мынау гайте шин. Бұның ішіне сенік қосылғанда қан толықтаумен бірге деген темір құрам кем болса адамда қаназ болады ғой. Баланың зейінін, мысалан осы шин, селен деген нәрсе мына баланың миымен өте қатысты. Балалар зейінін жоғырландырамайды, бар миын істете алмайды ғой. Соны мынау сізге әкеп береді ғой. Балаңыз сабақ ұқпайды, сөз ұқпайды дейсіз, әмелетта балаңызда гай кемшіл. 65-ке шықты. Үлкендер гайы сол қол аяғыңыз қақсаған мазасыздық. Алжы кетті дейміз ғой, алжымайды, гай кемшіл. Мынаның неше түрлі реңі бар қалқым, мынаның 99-дан қимыл қып берді. Мына кішіп алған лоқабасын бар, қыты бар. Бәрін сіздерге 35-тен сөкінесі бар. 90-ге шейін кесіздер. Өніңге мына сіздерге балық майы деген бірден айтып жатырмын. Бұл әдеттегі балық майы емесе, мынау деген деңіздің түбіндегі, сіз көзіңізбен көріп, ет көзіңізбен көріп, ұстай алмаған нәрсені жеген балықтар бұлар. Соған шетелдікі 85-ке ұшқыты, жүнгонікі 55-ке ұшқыты. Мына балық майының пайдасы көзіңізбен, миыңызға, бұны балалар жесе де болады, ерекше пайдалы.